Сәлем достар. Бүгін Хазіреті Омардың айтып кеткен нұрлы сөздерінен үзінділер келтіретін боламыз. Егер видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Егер адамдар билік басындағы кісінің ақырет күнге есеп беруінен хабардар болғанда еді, би болуға емес, болмауға барын салар еді. Байғұс адам баласы кедейліктен қорыққаны сияқты тозақтан да солай қорыққандай еді, екеуінен де құтылар еді. Намазы бар кәріні жақсы көремін, бірақ намазы бар жасқа ғашықпын. Біреу Хазіреті Омардың жанына келіп, мен намаз оқымаймын, сенің Аллахың маған жаза бермейді, ей Омар, деді. Сонда Хазіреті Омар былай жауап берді: саған Аллах сәжде жасауды нәсіп етпей жатыр. Одан артық үлкен жаза бар ма, деді. Біреудің кемшілігін түзеуге тұрудан бұрын өзіңнің кемшілігіне қара. Бүкіл киімдерді көрдім, намыстылық пен ар-ождан сақтанудан артық киім көрмедім. Өзі мұқтаж бола тұра, басқалармен бөлісе алған кісіден артық бай адам көрмедім. Туралық деген бағалы бір мүлік, арзан адамдарда болмайды ол. Адамның абыройы ақылымен, тектілігі дінімен, тұлғалығы мінезімен. Жалғыздық надан адамдармен отырғаннан артық. Осы төрт нәрсені артқа қайтара алмайсыңдар: атылған оқты, жіберілген мүмкіндікті, айтылған сөзді, өткен өмірді. Кісілігін мәртебеден алғандар мәртебеден соң кісіліксіз қалады. Мал мүлік сараңда, қару қорқақта, пікір әлсізде болса, іс шатақ. Жақсы дос жақсы күндерде шақырылғанда, жаман күндерде шақырылмастан келетін досты айтады. Иманнан кейін салиха бір әйелден асқан нығмет жоқ. Не сенгенің сияқты өмір сүресің, не өмір сүргеніңдей сенесің. Өлімді жатқан кезіңде жастығыңның астында, тұрғаныңда мұрныңның ұшында біл. Мен дұғамның қабыл болмай қалуына қайғырмаймын. Ішімде дұға етуге деген қалаудың болмай қалуына қайғырамын. Әділдік болмағанша бағытыңның, әдептілік болмағанша тектілігіңнің, жомарттық болмағанша байлығыңның, сенімділік болмағанша қуаныштың, қанағат болмағанша кедейліктің, кішіпейілдік болмағанша жоғарылаудың пайдасы жоқ.